Assalamualaikum, қадірменді қазақ елі. Бүгін міне 2024 жылдың ақпан айының 27-сі. Біз осы ақпан айының 22-сі күні Астанаға келген болатынбыз. Ондағы мақсатымыз бізге Атажұрт партиясына әсіресе ауыр тиіп тұрған Әкімшілік кодекстің 489 бабындағы кей тармақтар біз сияқты құрылу үстіндегі, тіркелу үстіндегі партиялардың жұмысына кедергі деп санаймыз. Және сол себепті біз осы өз құқығымызды, конституциялық құқығымызды қорғау үшін Конституциялық сотқа кіріп шықтық. Осы жөнінде өз пікірімізді айттық, және ол Конституциялық соттың уәкілдері алдыменен біз осы мәселе жөнінде аудандық әкімшілік сотқа арыз тапсырыңдар, сосын аудандық әкімшілік сот осы біз Конституциялық сотта қайшы деп отырған тармақтарды негізге алып шешім шығарса, сол шешім, сол соттың қаулысыменен қайта бізге келіңдер, содан кейін барып біз бұл мәселені қараймыз деген жауап берді. Бұл бірінші. Екінші, осы жоқтан бері Атажұрт партиясына қысым өте күшейіп кетті. Оның біреуі әлеуметтік желіде түрлі өсек ойын тарату болса, екіншісі біздің мүшелерімізге негізсіз айыппұл салу. Және оның ішінде бір адамға бір әрекет үшін қайталап айыппұл салу. Және сонымен бірге кредит алған біздің мүшемізге оғанда негізсіз түрде қысым жасалып жатыр. Қылмыстық қудалау. Яғни қылмыстық қудалау қозғалып жатыр. Ал кредитін төлемей ол шетелге қашып кеткен жоқ еді негізі. Осында ал оған ол жігіт уақытында кейбір жағдайларда хабардар болмай қалған, себебі телефон ашар істейтін жерде болған, ал енді содан пайдаланып уақытында жаңағы ақпарат бізге жауап бермедің деген сылтауменен қылмыстық іс қозғалып жатыр. Бұл жерде барлығы да мақсатты түрде, жоспарлы түрде біздің Атажұрт мүшелеріне түрлі жақтан қысым түсіріліп жатыр деп есептейміз, және ол соған толық негіз бар. Тек қана ол емес, және де осы бізде қоғамымызда қаншама саяси белсенділерге саяси түс алған қыспақтарды қудалау көз алдымызда күннен күнге күшейіп келе жатыр. Сотталып кеткен белсенділер білесіздер, жаңағы барлығын санамалап отырмай-ақ қояр. Сондықтан осындай түрлі қудалау күшейгендігі себепті біз осындағы Біріккен ұлттар ұйымына, ақш-тың бас елшілігіне, Ұлыбританияның бас елшілігіне және Канаданың бас елшілігіне өзіміздің жазбаша арыздарымызды тапсырдық. Кеше тапсырған болатынбыз, 26 ақпан. Ал енді қалған елдерге біз олардың электронды поштасына хабарласып отырмыз. Енді оларға жазбаша түрде электронды поштасына жібереміз. Сол арқылы біз Біріккен ұлттар ұйымының, Еуропарламенттің және ақш-тың басқа да дамыған елдердің біздің елдегі осындай саяси қуғын-сүргіннің күшейгенін хабардар еткіміз келеді, және олар жағынан біздің билікке ықпал еткенін күтеміз. Біздің осы Астанаға келгендегі екі мақсатымыз осылай болатын. Тоқтасын. Бұл жерде тоқтай кететін кереметтен нәрсе жоқ, бірақ түсінікті болу үшін ғана айта кетейін. Қазақстан Республикасының Конституциясында адамдардың ұйымдарға қатысу, сөз бостандығы, қимыл еркін бостандығы деген бостандықтар берілген. Сол бостандыққа қарамай Қазақстанның қылмыстық кодексінде және әкімшілік құқық бұзушылықтар кодекстерінде сол Конституцияға қайшы баптар белгіленген деп қараймыз. Мысалы, біз тіркеуге беріп отырсақ та, бізді тіркелмеген ұйым есебінде шығарып, бізге орасан зор мөлшердегі айыппұлдар салып отыр. Бұның өзі айланып келгенде азаматтардың конституциялық құқығын шектеу, олардың азаматтық бас бостандығына, іс-қимыл еркіндігіне қол сұғу болып табылады. Біз бұған наразылығымызды білдірдік, сол үшін конституциялық сотқа барғанбыз. Ол кісілер сот алдымен жергілікті әкімшілік соттардың немесе қылмыстық соттардың төрелігі шығып, сол күшке енгеннен кейін бұл іске араласамыз дейді, бірақ нақты соттың шешіміне әсер ете алмайтынын айтты. Мейлі қалай болмасын, біз өзіміздің жүруге тиісті жолымызды жүрдік.
Elçilikтерде Қазақстанның ішкі жағдайында болып жатқан азаматтарға көрсетіліп жатқан қысым жөнінде хабардар таптырғымыз келді. Халықаралық қауымдастықта өзіміздің дін басымыздан өтіп жағдайы болып жатқан жағдайға көңіл бөлуін талап ету мақсатында хат тапсырдық. Сөзім бітті. Жақсы, онда көріскенше күн жақсы, аман болыңыздар.